Assalomu alaykum. Biz Alfard mashinasini olib keldik. Bizda istiladigan narsalar lanjeronlar ketib qolgan mana. Lanjeronlar o'sha. Sol joyga yama o'ylanmay ketgan bu. Sonda ana bu kirlada singan ko'rdingizmi? Kirlar sinadi, zazor ochilib ketadi. Bir chetdagi zazor jabılib qoladi. Mana ochiq mana joq. Do'stlar, Xudo xolasa lanjeronni tartamiz. O'rnina keltirib ovustiramiz lanjeronni to'g'ri o'sha yerdan. Lanjeronning o'zini ovustiramiz. Өйткені жігіттер кеше бір машина келді. Сол ланжеронны осындай істегенде шпаклевка сүртіп, орнына келген. Соны кеше сатам десе, кіріп тексерсе, ланжерон шпаклевкамен ланжерон ұрылған деп сразу алмапты, шығарып тастапты. Баға да қоймаған да. Сол үшін жігіттер болған тек қана білінбейтін болу үшін тек қана кесесіз, ауыстырасыз. Сол кескен жерден білінбейтін қылып тастайсыз болды, короче. Таппайды ешкім. Шпаклевка сүртіп істеп неғса болады, бірақ дегенмен ертең сатуда қиналады, алмайды бізде. Ланжерон кетті деген уже өздеріңіз білесіздер. Біздің Қазақстанда ондай машиналар сейілтілмейді. Сол үшін ең дұрысы ауыстырған жақсы. Білмеймін болғаны қанша тұрады ланжерон 50-60 мың теңге тұра ма? Одан артық тұрмайды. Одан қымбат тұрмайды да. Енді болған ланжерон десек, мынасы да нашар істелген. Альфардтікі сондай өзі. Төбе жағы вообще слабый. Егер машина итеретін болса да, зазоры кетіп қала береді. Қалған заттардың бәрін өзін келтіріп береміз. Тек қана осы алдында екі ланжерон. Ланжерон әжептәуір кеткен. Мына жерден болу керек. Үш жағы мына. Қараңыздар. Алдап жатқан жоқпыз. Мына қарай кеткен. Мынаныкы да тура осы жерден. Ана отыр. Тура осы жерден, мына жерден болу керек. Осылардың бәрін оңға қарай тартамыз. Құдай қаласа келтіріп, сіздерге полный обзор. Мынада кетіп қалған әжептәуір менің көзім көрініп отыр. Осы жерде болу керек. Мынасы енді білмедім енді. Кішкене кеткен шығар, бірақ маған түзу сияқты болып тұр. Мына душаны шеті кеткен. Не қыламыз? Жұмыс дейміз жігіттер, жұмыс. Одан кейін кіретін машинамыз Кобальт, Кобальттен кейін тағы Альфард. Қызылорданың Альфарды. Бұл Астананыкі. Как раз ораза кезінде адам шөлді күндер мынандай қайнап атқан кезінде үстінде қармен кейін 50 сантиметр қар. Газелдің ішіне артқанда сөйтіп кеп не тоқтайды ғой үйге. Ішіне су алып отыр. Не бәле десем, іші қар екен. Рахаттанып ұстап қапты, қар көрмеген сияқты болып. Сөйтіп күтіп аламыз. Енді Құдай қаласа жұмысын бастаймыз, болды. Жұмыс істейміз. Бізде интернет что-то нашар істеп жатыр. Бұдан алдын кіріп, ана жақына қойған едік, шықпай жатыр что-то. Шығып қалатын шығар. Құдай қаласа оған дейін осында обзор қылып алып кететін боламыз. Құдай қаласа көріп кетесіздер. Енді қасыма жұмысшылар кірді, кешіріп қоясыздар. Сөздер көбейіп кетті. Жұмысқа шығыңдар деп айып жібердік. Мына машинаны Құдай қаласа, қараңыздар. Мыжылып тұрған жерін көрдіңіздер ме? Тартқанда мынау, түсіндіреміз, мынаны тартқанда опыш келеді. Сол үшін мынау ұрылған майысқан жеріне ішке қарай ұратын болсаңыздар, торланады, болмаса мынау торлаймын деп тарта бересіздер. Аш етті полный кетіп қалады. Сосын болмайды вообще. Так мынау майысқан жерін келтіріп алдық почти. Что? Қазір верхний частына жұмсақ. Соны тартамыз. Мордасын тартақ. Сосын кейін бер шетіне әдден өтпесек, мынаның шамасы жетпей жатыр. Мынаның шамасы жетпей жатыр, мынаны тартуға. Ланжеронның өзін тартып, сөйтіп ұрмасақ болмайды. Кувалдың ұра бер. Шал болып қой. Шал болғаннан кейін кувалды ұруда қиын болып қалды деген. Сосын любой нәрсені жастыққа ұрып қалу керек екен. Жастыққа ұрғанға жетпейді, жігіттер, өздерің түсіндіңдер ғой. Түсінген түсінді, короче, жігіттер. Тек қана жұмысқа енді. Не істейміз қазір? Ананы қырқамда, мынаны өзі былайынан тартып, әдден алып келеміз соны.
қазір біз мынау лонжерон емес верхншасын тартамыз, өйткені крылоның зазоры кішкентай. тиктокқа көру үшін қойып қойдық мұны боковой частан. Мынаны тартамыз, анан зазор келеді, құдай қалса мынаны кішкене тартып, сосын кейін не қыламыз, балкасын салып көреміз. Келетін болса, содан кейін кесеміз. Короче, донор. Қазір радиаторларын алып тастадық. Осыны құдай қаласа осы жерден аламыз. Көзінің кейін клейсін сүртеміз. Осы жерден лонжеронды тура осы жерден алып тастай саламыз. Жоқ. Ар шетін осы жерден алсақ, бер шетін мынадан аламыз. Мынаға тиіспейміз. Так, торос контакт. Контакттың өзінен аламыз, бер шетінен аламыз, короче. Бірақ қысқасы шпаклевка сүртілмейді бүйірлерге. Сондай қылатып жалғаймыз, жігіттер, көздеріңні нұрып алады. Так, осы жерден кесеміз, құдай қаласа. Мынау қалады, мынау болмайды мына жерден де болмайды. Мына жерден аламыз, мына двойной. Жалғаймыз бір-бірінен. Жігіттер біреулер айтады, сен мынаны сваркілеп атсын дейді да, японны жылтырат тачт етіп атсын дейді. Ол нашар болып қалады дейді да. Енді қараңыздар, бұның ішінде мынау бар. X-слой, иә? X-слой кейбіреуде мына жерде 3 слой болады. Мынаның ішіндегі слой бар ғой. Екінші слой, мына шетінде екі слой бар. Екінші слойны, мына екінің арасы ашық болады. Екінші слойны полный сол бірге құямыз. Бірінші слой, екінші слой ертіп тұрып. Егер біз мына листны варить еткен сияқты, токны азық құятын болсақ, мына сынып кетеді. Я сіздер айтқандай болмайды. Ертіп балқытып, ішіндегісімен бірге құйылады, полный. Сырты да іші де бәрі құйылады. Сосын кейін үстіндегі жылтыратып алып тастаймыз, ештеңе қылмайды. Егер мен үстінен әшейін құйып тастап мынаны жылтыратып алатын болсам, сынып кетеді ол. Біздің де басымыз бар. Қанша болды? 23 жылдай болды істеп жатқанға. Білмеймін, енді анау телефонды үйретіп отыратыны. 23 жылдан бері, короче, істеген адам біле ма? Кешегі көріп үйретіп жатқан біле ма? Бұл жерде енді мен көріп жатқан каналымды көріп жатқан ішінде кәсіпорындар да бар, біледі бәрі. Әркімнің өзінің несі бар, жұмыс, жаңа не дейді? Үйреніп алған профессор бар ғой, жаңағыдай қалай істесе не болатын. Әркім әртүрлі істейді. Біреулер арасын ашып алып, ішіне латқа қойып істейді. Біреулер өзіне құяды. Әркім әртүрлі. Біреулер оны үстінен әшейін құяды да, ар шетінен жағып тұрып, ішінен құяды. Әртүрлі. Әркімнікі әртүрлі. Бірақ самое главное, осы машина утилизацияға кеткенге дейін 20 жылмен, 30 жылмен сынбай осы соңынша ұстап берсе болды емес па? Мысалы хирургтарында әрбіреу бірдей істей бермейді. Сынық, мысалы аяқ сынғаны бар, біреулер мощный істейді, білінетін, біреулер кішкене тіккен жерлерін білініп қалады, сынған жерінен қисық жалап қояды, кейін бітіп кетеді, ештеңе қылмайды. Тура сол сияқты етеді. Еш уайымдамаңыздар, біздің жұмыс өзіміз жауап беретін жұмыстардан біреуі. Ғана деп қоямын да. Жігіттер балқысын салып қойдық. Балқысын салып, балкілерінің бәрі келіп тұр. Тек қана енді мынаны тартатынын тарттық. Зазорын жаптық. Бер шетіндегі зазорын аштық. Мынаныкін. Короче, жігіттер, дәл кейін капот қоямыз, петлясын ауыстырамыз, крыланы шешеміз бір. Крыласы мынау бер шетке, анау ар шетке сөйтіп жатып қалған. Соланы істеп құдай қаласа келтіріп беретін боламыз. Алдыны құдайға шүкір полный тазалық болдық. Мына контакт. Лонжеронны қараңыздар жігіттер. Лонжеронны көп сұрайды білгіштер. Көрсетіп қояйын. Варить еткен кезде печатың тесіліп қапты. Енді әм тесіледі ғой. Бүйтсе тесіледі, үйтсе ілініп қалған ба, жанып кеткен ба. Бұны обращать етпеңіздер. Мына, қарашы біз мынаны варить етеміз. Сонымен кейін мына ішін қалай варить етесің деп айтады да. Жігіттер, мынаны варить еткен кезде мынаумен бірінші слоймен мынауның жалғанатын бірінші слой екеуінің арасы ашық болады. Түсіндіңіздер ма? Бір шима, екі шима ашамызда кемпингнің сым темірі 8-дік жіңгешке болады. Ол анау ондай бір шиінің размердей болатын болса ішіне кіреді. Полный мына екеуінің бірге құйып шығамыз. Полный ішімен бірге сыртын. Енді мынаның ішіндегісі алыс болатын болса, сыртын құйып аламыз да, сөйтіп мына артын ашып арттан құямыз. Түсіндіңіздер ма? Кетпейді, жігіттер кетпейді. Бір жақсылап осы жерден варить ететін болсақ, домалақ қып та өзі точка қып. Соның турасынан тартатын болсақ, 1 тоннаға дейін тартады. Түсіндіңіздер ма? Сол үшін мынаны полный варить етеміз, қорқпаңыздар ол. Анау еді, мынау еді, бөлініп кетеді деп. Қараңыздар, бұл жерде артыңға балқыс кесім, мысалы балқыс қатады, алдыңғысы мынауға қатады. Плюс ұстап тұрады, бәрі бір-біріне связной. Ешқандай жолынып, үзіліп алды түсіп қалып, бүйтіп былай кетіп бара жатқан болса, быт етіп түсіп қалатын, ондай нәрсе болмайды, қорқпаңыздар. Тек қана қазір қоямыз, құдай қаласа алдыны. Пайданы етейік. Көп сөз, бір нәрсе сөз дейді, білесіздер өзі. Жаман нәрсе айтпай қоя салайық.
лонжерондан бәрін қойып қойдық, құдай қаласа. Лонжерон қойылды. Құдай қаласа осы жерден жамайтын боламыз. Мына покатачный төбелерін бәрін ұстатып қойдық, жігіттер. Енді біз сіздерге бір нәрсені көрсетуге бола алдық. Мына қазір астына қалай көрсетеміз? Тесік такой точно болып тұр ғой, точно келіп тұр. Қалай көрсетеміз? Көрдіңіздер ма? Енді бер шетінен көрсетеміз, алдынан. Мына көрдіңіздер ма? Енді ар шетінен көреміз. Мына жігіттер, үміттер, міне. Көресіз қане? Әкең, кәне? Келіп тұр ма? Келіп тұрған жоқ па? Что-то сәл, мұнан жапсы, арасы ашық екен ғой. Сәл қарап қойым, что-то. Мынау келу керек та, қараңыздар. Көтерілу керек па? Бұрын нормально болып тұрған сияқты. Осы жерден боковой-частынан. Бірақ келеді, бірақ центрде болып тұрған жоқ та, мұны қараңыздар. Көрдіңіздер ма? Оны келтіруіміз керек. А так мыналары, құдай қаласа. Просто қазір кішкене. Қалай көрсетсек мұны? Ана сүйретіп қойған жері бар ғой. Мына әртүрлі болады. Просто ұстатып қойдым. Көрдіңіздер ғой? Бір қолмен көтеріп, бір қолмен қысып сөйтіп. Бәрі осылан бәрін құдай қаласа бәрін келтіріп, астына болттаны қатырамыз, нәсіп болса. Одан кейін мынаны шұрт қаламыз, ана шұрт қаламыз. Астына екеуін болт қаламыз, капотын қоямыз, крыланы қоямыз, бәрі нормальный болатын болса, кейін заварить етіп, онда да өлшеп тұрып, құдай қаласа мынаны арасына ашып, айтқандай ішінен варит етіп, ішіндегі слойын варит етіп, сөйтіп бірге варит етіп, точно қылып, кейін мына жерге шпакулек сүртілмейтін қылып істеп беремін. Онда бір ауыз шығарамыз, құдай қаласа. Тек қана сіздерден жігіттер лайк подписчиканы аямаңыздар, комментарий обязательно жазыңыздар и каналға жазылып кетіңіздер, құдай қаласа. Аза контент мощный болу керек, құдай қаласа. Мына алдына телевизорды жалғаймыз, жалғағанда болды ғой. Тырт еткіземіз болды сонымен. Қарапсыз. Альфа атын өмірі дейді болып шығады. Адам тасиды ғой бұда. Короче, кім соған көрсетсін, машина болып шығады кейін. Болды, жүре беріп болды. Ұрмаған, соғылмаған, түртілмеген, короче. Бір хозяин мінген, сайтқа барған, сайттан кейін бала шаға көп болған. Қараса машина жоқ болған. Мынаны алғанда бала шағамен оның ішіне сыйдырып, айдап жүрміз болды дейді. Братан сөйтіп сатады ғой. Атак аман болсын. Так, мынау балканың астында қатып тұратындары. Болттары. Үлкен болттары бар. И мынаусы чотта майысып кетті. Задний, передний болады. Қай біреуі өшетінікі болған сонда? Әзір көрейік. Или болмаса ар шетінікі ма? Бер шетінікі ма? Мына. Короче, левый жағы майысып кеткен. Мына жерге, мына жерге келу керек. Короче, мына тесікке да. Соны қазір тұрлаймыз да, ішіне астып тұрып, төртеуіне іліндіріп қоймаймыз ба? Точно тұру керек, машин тұру керек. Мына. Бер шеті мына қазір тиемей тұр. Ар шеті де тиемей тұр. Анау зазар болып. И домкраттын көтереміз, мына домкраттын жабысады, қатырамыз, короче. Специально қазір жеткізбей қойдық, что болттың тесіктері көрініп, қай жерде тұр, алды бәрін тексеріп, қатыру керек болады. Мынаның астыландар. Майысқан еді, ұры бұрып тұрлап қойып қойдық. Мұна даже жылынып кеткен мұна. Кейін ауыстырса ауыстырып алады. Пока қазір оны кейін артындағы мына. Мына тұрған төбеде. Оларды қойып қойдық. Екі шетін, ар шетін, бер шетін, короче. Мына жерін қойдық, короче. Қалған бәрі мощный болып тұр жігіттер. Мощный такой сочный болып тұр. И қараңыздар, қазір ештеңе варит еткен жоқ, лықылдап ойнап тұру керек, бірақ мынау так зор болып қатып тұр. Мощный болып. Неге десеңіздер, мынау қараңыздар былай келген, мынаны былай келген. Балка ұстап тұр, көрдіңіздер ма? Сол үшін мынау балка, мынау бәрі бір-біріне зависимый. Мынаны варит етпесек те болады негізінде да, негізі. А так оны бүйтіп кесетін болсақ, қазір ойнап кетеді. Балка ұстап тұр. Сол үшін мынаның бәрін іш сыртын бәрін варит етеміз. Контакт. Мен құдай қаласа сочный болып тұр жігіттер, білесіздер қалай. Шик. Ұры жеріңіздер болды.
Мына фардың үстінде кіріп тұратын мына нәрсесі бар. Алсаң қалай көрсем мұны. Арасына кіріп қалған да. Қинады оны қайтып алып, сөйтіп неғылым. А так зазорлары бәрі келіп тұр. Вроде дейді ма қандай дейді өзі. Мына жігіттер бірақ от души мен айтайын сіздерге сонда ләлә болып тұр ғой, ләлә. Қазір мынасын саламыз. Мынасын орнына. Так, бес ет келетін болса мына. Короче, осылай келеді. Мына жерде мына осылай келеді. Тесік-тесігіне келіп тұр. Бес етті тесігіне келіп тұр. Короче, бамперін саламыз. Обесотканы саламыз. Сосын болды. Құдай қаласа заварить етеміз. Мына жерлерін құдай қаласа. Мына жерлерін. Сама құдай қаласа кейін түсіріп тастаймыз. Фарларын қайттан шештік. Не үшін дегенде варить етуге бізге мешет етеді. Тек жағынан жоғарынан алайық. Так, мына жерден варить етілді. По контактам. Bu yerda қазір құйған ішіндегісі екінші слой құйылды, мына үстіндегі слой құйылды. Варить етіп тастадық. Сосын мына жерді варить етіп тастадық. Қалай варить еттіңіз десеңіздер, ананы варить етіп болғаннан кейін мынаны болгарканың арасына ашасыз да, соны құйып шығасыз жақсылап. Егер мынаны кескен жеріңіз притик болатын болса, құятын болып мынаны болгаркада алатын болса, ештеңе қалмайды оны. Уже сынып кетеді ол. Тек қана темірмен бірге құймалық болса, мынандай. Қазір жақындатайыншы былай жақындатайын. Мына. Мощный құйылады, болды, алып тастайсыз да, үстінен жаңа өзінің клейсін сеуіп тастасаңыз болады. Бер шетінде. Анау, кәні, бер шетін мына варить етеміз. Ана арасы ашық болып тұр. Тура сол сияқты. Зазорлар бәрі мощный келді, құдай қаласа. Тек қана варить етіп, не істейміз? Түсіріп тастаймыз болды бұны. Одан кейін кіретін машинамыз кобальт машина. Айтқан едім ғой сіздерге. Соны шығаратын боламыз, жігіттер. Бірақ өзіміз ойлағаннан артық болды. Сағатымызда 8-ден 15 кетті. Міне, 8-ден 15. Жігіттер, тағы айтып кетейік. Бұны біздің өміріміз. Міне. Хабарласатын болсаңыздар, осы WhatsApp-қа шыға бересіздер. Шоке деп. Біз алло деп қоямыз да, сонымен дәлше сөйлесіп кетуге болады. Астыларын бәрін түсірдік. Бізде міне интернет жақсы болмады. 4 күн болды. Интернет загрузкадан 4 күн ба, 5 күн болып қалды. Шықпайды. Вообще жоқ, нөл. Енді бір жерге барып, бір жақсы интернет істейтін жерге барып шығаратын боламыз. Мына жерлеріне бәрі по контактын ұстатамыз. Міне қараңыздар. Мынаның бәрін. Мына барады. Анау өзінің қара сызығы бар ғой, соған түсіну керек мынау. Краскілейтін жігіттер осы жерлерін краскілеп береді. Осы жерлерін бәрін краскілеп береді. Мынаға 1 грамм шпаклевка сүртілмейді. Құдай қаласа, келесі видеода егер шығаратын болсам, мынаны сіздерге анығын түсіріп жіберемін. 1 грамм мына жерге шпаклевка сүртілмейтін қылып шығарып береміз. Вообще жалғанған жерге сүртілмейді. Неге десеңіздер, мына жаққа шпаклевка сүртілмейді. Мына жерде тек қана клей болады заводской. Ананың бәрін алып тастаймыз да, жақсылап клей сүртеді. Болды сонымен. Құдай қаласа, мынандай клей сүртеміз да. Ол соң жүре береді. Неше жыл жүрсе де шпаклевка жоқ та, короче. Ход толщиномермен көрсін, ход басқа нәрсемен тексеріп көрсе болады. Не дейміз? Жұмысын тоқтатамыз, құдай қаласа. Келесі видеоларны көріп жүру үшін тіркеліп қоямыз. Көріп, құдай қаласа, лайктан басып өзіміздің Қазақстан жігіттері көтелсе, сол өзімізден болсын дейміз. Қайта айтамыз соны. Сау болыңыздар, аман болыңыздар. Келесі машинаны кобальтның авария болғанын көремін десеңіздер, анау істеген через жүр анау. Бәрін сіздерге обзор қылып түсіреміз. Енді светтерін жайлап тырс еткізіп, былай тағы бір тырс еткізіп болмай қалды ғой. Аман болыңыздар. Былай қыламыз болды сонымен.